Танысып қойыңыздар, бұл қанішердің аты жөні Роман Бурцев, 25 жаста. Құрбандарының ең кішісі 7 жаста болса, ең үлкені 12 жаста, яғни бір ұл және 5 қыз. Қылмыстарының бәрін Ресейдің Каменск-Шахтинский қаласында жасаған. Ол бүлдіршіндерді айуандықпен зорлап, артынша буындырып өлтіретін, ал мәйіттерін көміп кетіп жүрген. Қылмыс әдісі әрдайым бір сарынды. Ол қала шетіндегі саябақтармен адам сирек жүретін жерлерде тіміскіленіп жүретін. Сөйтіп жалғыз өз ойнап жүрген бүлдіршінді тауып, бұталардың арасына сүйреп алып кетеді. Арам пиғылын асырып болған соң мәйітті көміп тастайды. Бірінші қылмысын 1993 жылдың 15 қыркүйегінде жасаған. Ол ойнап жүрген ағасы мен қарындасқа тап болды. Куәгер қалдырмау үшін 12 жастағы ұлды ұрып өлтіреді. Ал 7 жасар қызды бірнеше рет зорлап, артынша қылқындырып мерт қылған. Осылайша 1996 жылға дейін жалпы саны 6 бүлдіршіннің түбіне жетті. Нәтижесінде ол 1996 жылдың 17 шілдесінде кездейсоқ ұсталып қалған. Бір күн бұрын ол 12 жастағы қызды өлтіреді. Бірақ әрдайым өзімен бірге алып жүрген кішкентай күрегін ұмытып кеткен екен. Өзінің ұсталмайтынына кәміл сенгені соншалық, ол жақын маңдағы үйлердің біріне барып, күрек сұрап алған. Осылайша әлгі күрек иесінің арқасында Роман Бурцев ұсталып қалды. Тергеу барысында ол қылмыстарының қисынсыз себебін айтып берді. Ол 2 рет үйленіп ажырасқан, екінші некесінен ұлы бар. Айтуынша бәріне бұрынғы жұбайлары кінәлі. Себебі олар пәк болмай шыққан. Яғни таза қызға үйленуді қалаған Бурцев 2 рет опық жеп қалады. Одан кейін 11 сынып оқитын бірнеше қызбен көңіл қосып көріпті. Алайда олар да жыныстық тұрғыда тәжірибелі болып шыққан. Пәктікті қатты аңсаған Бурцев бүлдіршіндер ғана бұзылмаған деп ұйғарыпты. Жауаптарына қарасақ, ақыл есінде кінәрат бар сияқты. Алайда психиатриялық сараптама толығымен сау екенін растады. 1997 жылдың 19 ақпанында Роман Бурцев өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Ал жазасын әйгілі Ақ аққу колониясында өтеп жатқан болатын. Абақтыда ол аурудан көз ашпайды. Простатит, варикоз, геморрой және тағысын тағы. Ақыр соңында ол қатерлі ісікке шалдығып, 2023 жылдың желтоқсанында 53 жасқа таяған сәтінде көз жұмды. Міндетті түрде парақшаға жазылып, пікір қалдыра кетіңіздер. Егер қылмыстық істер жайлы хронометражы ұзақ деректі фильмдерді қарағыңыз келсе, менің Абайбол атты YouTube арнам бар. Әр оқиға түпті қиянына дейін зерделеніп баяндалады. Кіріңіздер, қараңыздар және жазылыңыздар. Абай болайық.